Жаратылыстану пәні 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы магнит не үшін керек? Оқу мақсаты магниттерді қолдану аясын сипаттау. Эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру. Бағалау критерийлері магниттік қасиетке ие заттар болатынын біледі. Зерттеу барысында магнит неғұрлым үлкен болған сайын, соғұрлым оның күші де көп болады деген қорытынды жасай біледі. Енді балалар, біз видеоны тамашалайық. Компасқа магнитті жақындатсаңыз, онда компас тілі бағытын өзгертеді. Магнитті әсер етпейтіндей алшаққа алып қойғанда, компас тілі бастапқы көрсетіп тұрған солтүстік-оңтүстік бағытына қайта келеді. Бұл құбылыс жер айналасында магнит өрісінің бар екендігін көрсетеді. Компас тілінің солтүстік полюсі магниттің оңтүстік полюсына тартылатындықтан, бұл солтүстікте жердің оңтүстік магнит полюсі орналасқандығын білдіреді. Жер алып магнит секілді. Жердің оңтүстік магнит полюсі солтүстік аймағында, ал солтүстік магнит полюсі оңтүстік аймағында орналасқан. Жердің ішкі құрылысы магниттік өрістің болуының әлі күнге дейін түсініксіз бір себеп болып табылады. Оның ішкі бөлігі, яғни жер ядросы темір мен никельден тұрады деп болжанған. Бұл ферромагниттердің ядрода жинақталуы және жердің басқа бөлігінде осы металдардың көптеп кездесуі жердің магниттік өрісінің бар екендігінің тағы бір айғағы. Күннің әсерінен болатын күн желі деп аталатын құбылыс жердегі магнит өрісі сызықтарының орналасу ретін аздап бұзады. Күн белсенділігі артқанда, жердегі магнит өрісі де артады. Бұл құбылыс электр құрылғыларының жұмысына және кішігірім электр станцияларының жұмысының бұзылуына алып келеді. Компасқа магнитті жақындатсаңыз, дегеніміз не? Магниттелуші қасиеті бар, яғни магнит өрісін туғызатын дене. Дененің магнит өрісіне ендірілгеннен кейін магнит қасиетке ие болатын кесегі жасанды магнит деп аталады. Қандай магнит күштірек? Үлкен магнит пе, кіші магнит пе? Оны сіздер оқулықтағы суретке қарайсыздар. Магниттер тек мөлшермен ерекшеленетін болса, үлкен магнит күшті болады. Ойлан, жұптас, талқыла. Магниттің қолдануы. Сурет бойынша магниттерді қолдану салаларын ата. Адам магниттерді қайда және не үшін пайдаланады? Магнитті медицинада, кәдесый мен ойыншық жасауда, көкжиек тұстарын анықтауда пайдаланады. Олардың көмегімен ауыр темір заттарды да қозғалтады. Болжап көр, магнит
магнитті күнделікті өмірде тағы қандай жағдайда пайдаланар едің? Тапсырманы орындап болсаң, маған хабарлама жібер. Қолдану саласы. Зауытта ауыр жүктерді көтеру үшін. Аурухана, магниттік аспаптарда. Теледидар, магнитофон. Дыбыстар естілу үшін пайдаланады екен. Есіңе сақта, магнит медицинада, өнеркәсіпте және күнделікті өмірде қолданылады. Оны сіздер қазір мына суреттен көре аласыңдар. Магнитті қайда қолданылады? Тапсырманы орындап болсаң, маған хабарлама жіберіңіздер. Артық затты тап. Оқушылар суретке зер салып қараңыздар. Артық затты табыңыздар. Артық зат кетіргіш, мата. Артық затты тап. Таяқша, кардон, сабын. Сен білесің бе, магнитті қатты қыздырса, не балғамен ұрса, ол қасиетін жоғалтады. Кім зерек? Адамдар магнитті қайда қолданылады? Дәптерлеріңізді алып, тапсырманы орындаймыз. Адам өмірінде магниттің қолданысын көрсететін суреттерді ғана боя. Және сол салалардың атын жаз. Тапсырманы орындап болсаңдар, маған хабарлама жібер. Зертте. Бірінші қадам. Скрипканы қайшыға жақындастыр. Не байқадың? Екінші қадам. Магнитті қайшымен жақындастыр. Не байқадың? Үшінші қадам. Магнитті алып, скрипканы қайшыға жақындастыр. Не байқадың? Сабақты қорытындылай келе, серпілген сауал. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Біздің өмірімізде магнитті қайда және не үшін пайдаланады? Екінші сұрақ. Магнитке тартылатын және тартылмайтын заттарды ата. Үшінші сұрақ. Магниттің
қасиеті қандай жағдайда жоғалады? Төртінші сұрақ: көтергіш крандарға неге электромагнит пайдаланады деп ойлайсыз? Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келіп, не білдік, не үйрендік, кері байланысқа шығамыз. Білім қоржыны. Сіздердің алдарыңызда 3 түрлі білім қоржын тұр. Сол қоржынға егер мен сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды десеңдер, бірінші қоржынға саламыз. Екінші, мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, екінші қоржынға саламыз. Егер мен тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңіздер, онда сіздер үшінші қоржынға саласыздар. Өздеріңізді осылай бағалайсыздар.